Өңірлер мүддесі, сенаторлар аймақтарды аралап жүр. Депутаттар аймақтағы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесті. Көші-қон саласындағы түйіткіл, депутаттар көтерген мәселе қалай шешімін таппақ? Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Солтүстік Македонияның сыртқы істер министрі Буяр Османимен кездесті. Тараптар Сенат пен ұйымның парламенттік ассамблеясы арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту жайын талқылады. Кездесу барысында Ауғанстан мен Украина мәселесі, өңірдегі ахуал, сондай-ақ орнықты даму мақсаттары бойынша қолға алынған жұмыс барысы талқыланды. Осыған орай палата төрағасы Қазақстан Республикасының орнықты даму саласындағы ұлттық мақсаттар мен міндеттердің іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі парламенттік комиссия атқарып отырған жұмыстарға тоқталып өтті. Сонымен қатар Сенат төрағасы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасына парламенттің мемлекет басшысының бастамасымен іске асырылып жатқан реформаларды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету бағытындағы жұмысы туралы айтып берді. Келесі айда елде жаңа саяси маусым басталады. Жаңа жобалар, жаңа заңдар жазылады. Бұл құжаттар ең әуелі әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталатын сөзсіз. Елді алаңдатқан елеулі мәселені жергілікті халықтан артық ешкім білмейді. Сондықтан сенаторлар жаз бойы өңірлерді аралап, тұрғындармен кездесті. Азаматтардың мұң-мұқтажын тыңдады. Парламент сенатының депутаттары Серік Шайдаров пен Советбек Медебаев Ұлытау облысына барды. Өңірдегі аудан ауылдарды аралап, тұрғындармен кездесті. Облыстың әлеуметтік экономикалық даму үрдісі және жезқазған жылу электр орталығының қысқы маусымға әзірлігімен танысты. ТЭЦ-қа бардық. Бұны жағдайы жоспарлы түрде жүріп жатыр, бірақ жағдай мәз емес. Қазандықтардың ремонты жүріп жатыр, бірақ қаражат жетіспейді дейді, жұмыскерлер жетіспейді дейді. Кішкене графиктан қалу байқалып отыр. Қазандықтың өзі қысқа, мысалы 6 қазандықпен кіреміз деп отыр, ол өте аз. Резервте қазандық жоқ, сондықтан бұл мәселені біз әлі үкімет деңгейінде көтереміз деп солай шештік. Біз осынау Ұлытау облысына сайланғаннан кейін халықтың жағдайын біліп, қандай проблемаларға шешіліп жатқан күрделі мәселелер жөнінде, мысалы өзіміздің қолымыздан келгенде мемлекеттік деңгейде мысалы шешу жолдарын қарастырамыз. Ал сенатор Ғалиасқар Сарыбаев өз кезегінде Жетісу облысында болып, өңірдегі өзекті мәселелермен танысты. Депутат әлеуметтік нысандарды аралап, өзін-өзі басқару институттарының жұмысын бағамдады. Сенатор аймақтағы проблемаларды шешу үшін заңнамалық тұрғыда қолдау көрсететінін жеткізді. Сапар аясында сенатор жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен де кездесіп, тілшілер қойған сұрақтарды талқылады. Жиын барысында депутат палата атқарып жатқан жұмыстарға мақұлданған заңдар мен оның халық өміріне қалай әсер ететініне тоқталды. Сонымен қатар депутат бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасында талқылап, жергілікті журналистердің пікірін тыңдады. Әділетті қоғам болу үшін бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі өте зор. Бұқаралық ақпарат құралдары адамның санасын өзгерту үшін қандай бағдарламалар беру керек бүгінгі күні. Жаңа жай ғана дабыра, жеңіл ақпараттарға сүйенбей, сараптамалық ақпараттар шығаруға бағыт қойса, елдің көңілінде жүрген мәселелерді көтерсе деген әңгімені айттық. Сол себептен көптеген келелі мәселелер болды. Онлайн платформа туралы біз заңды қабылдадық, соны айтып бердім. Қабылданған заңдар туралы көп мәселелер айттым. Енді ең бастысы бүгінгі күні сол заңдардың орындалуын қамтамасыз етуіміз керек. Депутаттар Шығыс Қазақстан облысында да болып қайтты. Шәкәрім Бұқтығұтов пен Ольга Булавкина өңірдегі бірқатар аудандар аралап, жергілікті тұрғындармен кездесті. Депутаттар айтылған әр мәселе бақылауға алынып, оның шешілуі үшін тиісті шешім қабылданатынын жеткізді. Шырайлы Шығыс өңірінің Ұлан ауданына сапар аясында сенаторлар Ақбауыр мұражай археологиялық кешенінде болды. Кездесу аясында депутаттар кешенде атқарылып жатқан жұмыстар мен тарихи мұралармен танысты. Сенаторлар мамандармен саладағы түйіткілді талқылап, оны шешу үшін заңнамалық тұрғыдан қандай қолдау керек екенін түртіп алды. Депутаттар көтерілген мәселе бақылауда болатынын айтты.
Өңірлердегі өзекті мәселелердің бірі көші-қон. Елде жыл сайын миллионға жуық адам көшеді. Оның 52% өңірішілік, ал 48% өңір аралық миграция. 2022 жылғы деректерге сәйкес, бірінші кезекте Астана, Алматы, Шымкент қалалары әлі де негізгі көші-қон ағынын тартуда. Ал олардың инфрақұрылымы халықтың ішкі көші-қонына төтеп бере алмайды. Мамандардың пайымынша демография және көші-қонның қазіргі қарқыны сақталса, болжам бойынша 2050 жылға қарай елдің оңтүстік өңірлерінде халық саны 5 миллион 200 мыңға жетіп, ал солтүстік өңірдегі халық саны шамамен 1 миллион адамға азаюы мүмкін. Бұл мәселелер сенаторлардың да жіті бақылауында. Өз кезегінде сенатор Серік Өтешев мәселені жан-жақты саралап, премьер-министр атына депутаттық сауал жолдаған болатын. Ол саладағы мәселені көтеріп, еліміздегі жұмыс күші көп өңірлердегі азаматтарды жұмыс күші аз өңірлерге көшірудегі негізгі кедергілерді атап өтті. Елімізде демографиялық дисбаланс мәселені шешуге бағытталған бағдарламалар артып келеді. Бірақ түпкі мақсатына жетуде шешілмей жатқан біраз мәселе әлі де орын алуда. Жоғарыда баяндалған негізінде төмендегі ұсыныстарды жолдаймыз. Бірінші, ішкі миграциялық процестерді реттеуді жетілдіріп, мониторинг жүргізу мақсатында шетелдік жұмыс күші бүркіт жүйелерінің мысалында бір терезе қағидаты бойынша бірыңғай ақпараттық жүйе енгізу қажет. Екінші, көшіп барған халықты өңірде тұрақты тұруға ынталандыру үшін өңірлерде тартымды әлеуметтік экономикалық жағдайлар жасау керек. Мемлекеттік бағдарламалар өңірлерді кешенді дамыту арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Үшінші, серпін 2050 бағдарламасы аясында барлық мамандықтар бойынша гранттар санын көбейтіп, еңбек тапшылығы бар өңірлерге көшіп барған отбасылардан шыққан жастарға осы бағдарлама қатысу мүмкіндігін қарастыру керек. Депутаттық сауалға премьер-министр Әлихан Смайылов жауап беріп, саладағы атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып берді. Министрлер кабинетінің басшысы жауабында ел президентінің тапсырмасына сәйкес жаңа тұжырымдама әзірленіп жатқанын айтып, депутат көтерген мәселелер тұжырымдама ішінде толық қамтылған жеткізген. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес өткен жылы көші-қон саясатының 2023-2027 жылдарға арналған жаңа тұжырымдамасы қабылданды. Тұжырымдаманың бір бағыты бұл қоныс аудару бағдарламаларын қайта қарау есебінен жұмыс күші артық және жұмыс күші тапшы өңірлер арасындағы демографиялық теңгерімсіздікті теңестіру үшін қазақстандықтардың ішкі ұтқырлығын ынталандыру. Қазіргі уақытта ерікті түрде қоныс аудару бағдарламасы аясында бірқатар шаралар жүзеге асуда. Мәселен, 2023 жылы 8652 адамды көшіру жоспарланып, ағымдағы жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 4140 адам немесе жылдық жоспардың 48% солтүстік өңірлерге қоныс аударды. Қазақстанның боча құрамасы тамыздың 18 мен 24 аралығында Польшада өтетін халықаралық жарысқа қатысуға дайындалып жатыр. Өз кезегінде парламент сенатының төрағасы Қазақстан боча федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев жас спортшыларға қолдау білдіріп, паралимпиада орталығындағы жаттығулардың біріне қатысты. Семинардың мақсаты жиынға қатысушылардың кәсіби дағдылары мен шеберлігін шыңдау. Қазақстандық бочашылар халықаралық сарапшының дәрісінен өздеріне халықаралық аренада бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көмектесетін бағалы білім мен тәжірибе алатын болады. Бұл Қазақстанда инклюзивті спорт түрін дамытудағы маңызды қадам және мүгедек балалар мен спортшылардың толыққанды дамуына ықпал етеді. Сенаторлардың қызметі туралы өзге де жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Осымен тізгінді тарттық. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.